Саламатсыздарма, назарларыңызға 7-сынып оқушыларына арналған геометриядан интерактивті оқу құралын ұсынамын. Бұл оқу құралды өзім дайындаған болатынмын. Алдымен мазмұнына тоқталсақ, үшбұрыштың түрлері, үшбұрыштың элементтері, шеңбер және дөңгелек, ұзындық және аудан, түзу мен шеңбердің өзара орналасуы, екі шеңбердің өзара орналасуы, параллелограмм және оның қасиеттері, ромб және оның қасиеттері деген секілді тақырыптарды қамтыдым. Және де бұның бір жақсы жері, тағы да қосымша тақырыптарды толықтыра беруге болады. Енді үшбұрыштың түрлеріне келсек, бізде үшбұрыштың түрлерін оқушыларға интерактивті анимациялық түрде көрсетуіміз болады. Мысалға, тең қабырғалы үшбұрышты сызып көрсетеді. Тазалап тастаймыз да, келесі тікбұрышты үшбұрышты. Яғни әр үшбұрыштың өзінің қасиеттері бойынша салыну деңгейлерін көрсетеді. Мазмұнына оралып, үшбұрыштың элементтеріне келсек, мысалға биіктік қай үшбұрышта қалай салынатынын барлығын түсіндіретін болады. Медиана, яғни бисектриса тағы. Келесі бетке өтуімізге болады, немесе артқа қайтып, болмаса мазмұнға қайтсақ болады. Шеңбер және дөңгелек. Көбінесе шеңбер мен дөңгелекті шатастырады оқушылар. Шеңберді мысалға салуды бастайды, бала шеңбердің салыну түрін анықтайды. Радиусымен, центрмен, диаметрмен, қордасымен танысады. Қайтадан салуды бастау арқылы түсіндірсек болады. Түсінбей қалған жағдайда немесе келесі тақырыпқа өтсек болады. Енді ұзындық және аудан. Мысалы, шеңбердің ұзындығын бала берілген интерактивті анимация арқылы түсінеді. Және дөңгелектің ауданын. Ауданда, мысалға, дөңгелекте аудан болады, шеңберде аудан болмайды дегенді балаға түсіндіргенде осы интерактивті құралды пайдалансақ өте тиімді. Үстелін басу арқылы қайта-қайта көрсете беруге болады. Келесі, су мен шеңбердің өзара орналасуы, мысалға, қиылысады, жанасады, немесе мүлде қиылыспайды деген қасиеттерді түсіндіруімізге болады. Келесі, екі шеңбердің өзара орналасуы, қиылыспайды, олар сырттай жанасуы мүмкін, қиылысуы мүмкін екі нүктеден, және іштей жанасуы мүмкін, және іштей орналасуы мүмкін, яғни қиылыспайды, бір-бірінің ішіне орналасады. Параллелограмм және оның қасиеттері сызуды бастайды, яғни параллелограммды қарама-қарсы қабырғалар тең және параллель екенін түсіндіреді. Екінші, қарама-қарсы бұрыштарының тең екендігін түсіндіреді, және диагоналдан қиылысу нүктесінде қақ бөлінетінін түсіндіреді. Сызуды қайтадан бастап, қайтадан түсіндіруімізге болады. Одан кейін ромб және оның қасиеттері, мысалға, ромбыны салған кезде қабырғаларының тең екендігін, диагональдары перпендикуляр орналасатынын, бұрыштар қақ бөлінетінін анимациядан көре алады. Трапеция және оның қасиеттері, burada да жаңағыдай салуды арқылы трапецияны сызады анықтама бойынша. Астында барлық қасиеттер берілген, осы қасиеттер бойынша сызылады. Қарама-қарсы қабырғалар параллель екенін, тең екенін түсіндіріп жатыр, ортасыздығын түсіндіріп жатыр, тағы. Және мазмұнына қайталады. Яғни бұларды біз 7-8 сыныптарда қолдануымызға болады. Және де 10-11 тақырыптарымен немесе 7-8-ін қалып қалған кез келген тақырыптармен толықтырып отыруымызға болады. Бұның артықшылығы ешқандай интернетсіз кез келген ортада ешқандай қосымша бағдарламаны орнатуды қажет етпей аша береді. Назарларыңызға рахмет.